Мысалы бірінші таң намазы оқыла ма, бесін оқыла ма тәртіп бойынша? Таң намазы ғой. Сол бес намаз тәртіппен оқылуы бұл міндет. Бес намаздың ішінде башқан кезде біреу ұмытып немесе бір жағдаймен қаза қылып алды, оқымады. Башқанда ән оқимын, міне оқимын деп жүрген кезде уақыт шығып кетті, асыр кіріп кетті. Енді неде сондай мәселе болып жатыр? Асыр кірді. Қайсысын оқимын мен дейді. Десе, жаңа мәселені бауырлар дұрыс түсініңіздер, 5 мезгіл, яғни 6 намазға шейін өтірік айтып жатырмын. Ретімен оқу уәжіп болады. Демек 5 намаз оқымадыңыз ба, асыр намазы кіріп қойса кіре берсін. Сіз 5-інің бірінші қазасын оқып алыңыздар. Одан кейін асырды қайттан оқисың. Тіпті асыр намазы оқып тұрған кезде есіңе түссе 5-ін оқымағаның. Намаз бұзылады сол жерде. Немесе асыр оқып қойғаннан кейін барып есіңе түссе де асырың бұзылады. Неге? Сен есіңе түсті. Бүгін қай намаз оқымағаның, таң намаз оқымағаның, құптаннан кейін есіңе түсіп тұрды. Не болады десе, енді бәрін басынан оқисың енді. Таң намаз оқисың, парыздарын қаза оқисыңдар. 5-інде оқисың, асыр, ақшам, құптан қайттан басынан оқисың енді. Өйткені 6 намаз тәртібімен оқу уәжіп болады. Ал ертең таң намазды оқып қойғаннан кейін барып, кешегі таң намаз оқымаған есіңе түсіп жатса, 6 намаздан асты ғой енді. Күн шыққаннан кейін бүгінгі таң намазды оқып қойдың ғой. Кешегі таң намаздың соны ғана оқисың да парызын. Одан кейінгі 5-ін асырда тәртіп ойынан түсіріледі деген мәселе бар.